Баршаңызға сәлем, берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Ең алдымен видеоны бастамай тұрып, берекелі дастархан арнасына міндетті түрде подписацияны басып, тіркеліп кетіңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз кекс дайындайтын боламыз. Кексіміздің құрамы өте қарапайым, әрі дәмді болып шығады. Әрі тез дайындалатын болады. Бізге керекті заттар: 4 жұмыртқамыздың үстіне 300 грамм айранымызды құямыз. Айранымыздың майлылығы маңызды емес. Және 150 грамм сұйық май құямыз. Және 350 грамм қантымызды саламыз. Және 100 грамм су құямыз. Жақсылап қантымыз ерігенше венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырамыз. Қантыңыз толықтай ерігенше араластырамыз. Бір ас қасық разрых ретелімізді 500 грамм електен өткізілген ұнымыздың үстіне салып, алдын ала араластырып аламыз. Мен алдын ала разрых ретелімді салып араластырып алдым. Енді ұнымызды саламыз. Венчиктің көмегімен немесе лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Подписацияны басып, берекелі дастархан арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Жақсылап араластырып алдық. Осындай қоймалжың масса болып шықты. Осындай ыдысымызға құйып аламыз. Құйылғанда ыңғайлы құйылу үшін қағаз формаға немесе силиконды формаға құйсаңыздар болады. Формаңыздың жартысына ғана құямыз. Одан артық құйсаңыздар формаңыздың сыртына төгіліп пісетін болады. Яғни сәнсіз болып шығады. 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз кексімізді. Подписацияны басып, каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Кекстарымыз пісіп дайын болып шықты. Менде шамамен 38-40 штуктай кекс пісіп шықты. Кексіміз өте жұмсақ, әрі дәмді, әрі құрамы өте қарапайым. Кішкентай балаларымыздың сүйікті асы. Үйіңізде осы кексті пісіріп берсеңіздер болады. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатырса, видеоға лайк басып, берекелі дастархан арнасына тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.